Адам мінезінің, ақыл қайратының әртүрлі болуы тәрбиенің түрлі болуынан. Адам баласының ұрлық істеу, өтірік айту, кісі тонау, өлтіру сықылды бұзақылықтарды жасауы тәрбиенің жетіспегендігінен. Ата-ананың тәрбиесі бала мінезінің іргетасы. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек. Топастықтың екі түрі бар. Бірі туа біткен, екіншісі тәрбие еккен топастық. Өзіңнен ол қыз туса, ей азамат, қолда өсір, ұстай көрме, алыста жат. Мейірімді, таза болса тәрбиесі, баланың еркін өсер тәртібі есі. Тәрбие біздің жүрегімізге ең алдымен жеке адамға да, қоғамға да пайдалы әдеттердің ұрығын себуі керек. Тәрбие жұмыстарының дәл мәні сіздің балаға тікелей әсер етуіңізде емес, көзбе-көз әңгімелесуіңізде емес, ол сіздің өз отбасыңызды ұйымдастырудың, сіздің жеке және қоғамдық өміріңізді және бала өмірін ұйымдастыра білуіңізде. Өнер біткеннің барлығы сияқты, тәрбие өнері де табиғаттың кемістігін толтыруды мақсат етеді. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс. Баланы сүйе білуге үйрету, өмірдегі ең маңызды нәрсеге үйрету деген сөз. Өнер біткеннің барлығы бала сияқты. Тәрбие өнері де табиғаттың кемістігін толтыруды мақсат етеді. Тәрбие кең мағынасынан алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Бір түп раушан өсіріп, алғашқы гүлдің қуанышына бөленудің, гүлді адамға беріп, сол сәттен толғанысты бастан кешудің, жаңа адамды тәрбиелеудегі маңызы, егістік жерді жыртумен, астық өсірумен, ащы тер мен алақандағы күсті және еңбек рақатын танумен бірдей. Тәрбиеленуде мұғалімнің өзінің не біліп не істейтіні маңыздақ. Бірақ оның ықпалымен шәкірттерінің не біліп не істейтіні онан да маңыздырақ. Мұғалімдер міне осынысымен бағаланады. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз. Қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Тәрбиенің бірінші шарты балаға жақсы есім таңдау. Тәрбиесіз алынған білім адамзаттың қас жауы. Тәрбие дегеніміз тәрбиеленушілерді белгілі бір адамгершілік дағдыларын меңгеруге көндіру мақсатымен бір адамның екінші адамға жасайтын ықпалы. Балаға қуаныш сыйлай отырып, оқыта тәрбиелеуге міндеттіміз. Алдыңғы жақсы артқы жасқа тәлім айтпаса, ел болғаның қайсы. Тәрбиеші болу үшін тәрбиеленген болуың керек. Тәрбиенің еркіндігі еркіндікпен тәрбиелеу. Балалар тәрбиесін үлкендерден бастау керек. Ешкімде іштей батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Қыз анадан үйренбей өнеге алмас, ұл атадан үйренбей сапар шекпес. Бүгінгі жастарды ең болмаса қазақ халқының тура биде туған жоқ деген даналығының рухында тәрбиелейік. Еңбек үстінде тек жұмысшы адам ғана тәрбиеленбейді. Сондай-ақ жолдастық қалыптасады. Яғни басқа адамдармен екі арада дұрыс қарым-қатынаста тәрбиеленеді. Игі істің басы тіл, тәрбие басы тіл. Балаларды тәрбиелеу еңбек әрі борыш. Біздің балалар біздің қарттығымыз,
жаман тәрбие болашақтағы қайғымыз. Бұл біздің көз жасымыз. Бұл басқалар алдындағы, бүкіл еліміз алдындағы біздің кінәміз. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Саптаяқпен ас беріп, сабынан қарауыл қарама. Тек қана ата-аналармен бірге жалпы күш, жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін. Қолға түскенін емес, әбден таңдап, сараптап оқыңыз. Діл мен жаныңызды байытып, оны тәрбиелеңіз. Айтқаныңды қайталама, алуаны да бір-ақ рет жейді. Жақсы тәрбие сенің тұздықты дастарханға төгіп алмағаның емес, басқа біреу солай істегенде оны сенің байқамауың. Еңбек тәрбиесіне баса назар аудару керек. Еңбекке тәрбиелемей тұрып, балаға дұрыс тәрбие бердім деп айту екі талай. Бала тәрбиесінде әке мен шешенің мүмкіндігінше бірдей араласуы үшін отбасы тәрбиесін жоғары дәрежеде дұрыс жолға қою қажет. Сіз ұлыңызды немесе қызыңызды тек қана өзіңіздің ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана дүниеге әкеліп, тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда және сіздің басшылығыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер және болашақ күрескер өсіп келеді. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау. Өзіңнің уақытыңды аямау, бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы. Тәрбие басы тіл. Бала тәрбиесінің ең үлкені оны еңбекке баулу. Еңбекшіл жас қана ең үздік азамат болып қалыптасады. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады. Себебі ол қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде сыңаржақ азамат болады. Шындық бұл ерлікке тәрбиелеудегі ең бір құнарлы құрал. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен, досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз.